Бұл фотосуреттің өзі қорқынышты. Есептегіштің артында тұрған екі адам саттады. Адамның қалдықтары. Бұл сөзсіз адам денесінің бөліктері. Бірақ бұл ең жаман емес. Фотографтың түсіндірмесі фотосурет 20 жылдардағы Ресейдегі шаршылық кезінде жасалғанын хабарлады. Бұл ерлі-зайыптылар өз балаларының қалдықтарын өздеріне тамақ сатып алу үшін сататын ата-аналар. Сол жылдары, тарихшылардың айтуы бойынша, адамдар адам етін жеп көрмеді, олар оны өмір сүру үшін жеді. Бірақ суреттің авторы бұл атта, аналардың өз балаларын сату үшін өлтіргенін айтады және бұл мүлдем ұсынылмаған. Диагнозы қойылған кезде 21 болды. Оның емдеуші дәрігері Карл Танзлер сүйкімді науқасқа ғашық болды. Рома басталды. Бірақ, өкінішке орай, Мәридамның ауруы жеңе алмады. Ол қайтыс болды. Танзлер оған бүкіл кесене тұрғызды, бірақ оған бұл жеткіліксіз болды. Содан кейін ол мәйітті қабірден шығарды. Танзлер Меридің денесін мумияға арналдырды. Ол сүйектерін сыммен бекітіп, бетіне балауыз маска жасап, тіпті қынапқа түтік салды. Некрофилия актілері үшін. 7 жылдан кейін ол қамауға алынып, денесін қорлады деп айыпталып, ескіру мерзімі аяқталды. Сурет мұңды. Бірақ оның қаншалықты мұңды екенін одан әрі не болғанын білу арқылы түсінуге болады. 1 минуттан кейін қара шапан киген адам суретте оның жанында тұрған екі адамды өлтіреді. Осылайша қолында ұстап тұрған қылыш. Костюмдегі адам мұғалім швед, бір күні Дарт Вадерді еске түсіретін костюммен жұмыс істеуге келген. Екі әріптес әзіл үшін онымен суретке түсуге шешім қабылдады. Ол келісті, бірақ фотограф аппараты түсіргеннен кейін, ол екі досын бірнеше қылышпен ұрды. Содан кейін өлім себетін ғимаратқа барды. Полиция ақылсыз адамды бейтараптандырмас бұрын бірнеше адам қаза тапты. Бұл 20 жылдардағы әшіресе емес, өте гүлденген Америка, және өте гүлденген өдегі плакат, мен 4 баланы сатамын делді. Сірә, олардың анасы жыламады, бірақ бет әлпетін объективпен жабады. Өйткені, балаларды сату оның жеке таңдауы болды. Кішкентайлардың әкесі оны балалармен бірге, жүкті әйелмен бірге тастап кетті. Ол кішкентаймен, және жаңа досымен жаңа өмір бастау үшін үлкендердің қолынан өткізуді шешті. Нәтижесінде мәміле жасалды. Барлық 4 баланы фермерлер бөлшектеді. Олар құлдардан жақсы емес. Ғана 10 жылдықта кейін, оларға қол жеткіздік. Воссоединиться және өз тарихын ақтып, қара көздер, қара бет және жансыз ісінген қолдар. Суреттегі қыз қорқынышты шындықты білмесе де, қорқынышты көрінеді. Және бұл қыздың өмір сүруіне бірнеше минут қалды. Колумбиядан келген 13 жастағы Омаура Санчес Жанартаудың атқылауынан болған көшкін кезінде қоқыспен ұйықтап қалды. 60 сағат болды ол жартылай суға батып, құтқарылуды күтті. Құтқарушылар қызды құтқару үшін қажетті жабдықты оларға қалдыруды сұрады. Бірақ соңында ол кеш келді. Сурет түсірілген сәтте, айналасындағылар қызды қолдауға және жұбатуға тырысады, бірақ оның көзіне қарап, ол тағдырға бол қалдырды. Егер өзіңді біртүрлі сезінсең, видеоға лайк басып кет. Және оқиғалардың қайсысы ең қорқынышты болды, соны комментке жазып кет. Ал осында видеоларды көргің келсе, қандай видео екенін комментке жаз, және тіркеліп кет.